Сәлем балалар, бүгін бізде 36-шы беттегі 5-ші сабақ, 1-ші задание. Listen, point and repeat. Бұл жерде percussion, woodwind, string, keyboard инструменттер 4 түрлі берілген. Percussion деген сол ұрмалы аспаптар. Оған дегеніміз drum кіреді, мысалы барабан, тамбурин кіреді. Woodwind инструмент ол бізде үрмелі аспап, оған флейта кіреді бұл жерде суретте. Одан кейін string ол бізде ішекті аспап, оған гитара және скрипка кіреді, жетіген домбыра кіреді. Ең соңғысы keyboard ол дегеніміз пернелі аспап, оның пернелері клавиштар болады, оған суретте бізде пианино кіреді. Екінші задание read and match, then take roles and act out. Жауабымен айтайын, let's play the piano. Бірінші бұл дегеніміз бимен келеді, пианинода ойнайық. Екінші why have you got a flute? Сенде неге флейта бар? Оның суреттегі жауабы D. Үшінші let's play some music, good idea, get the домбыра please. Кел музыка ойнайық, домбыраңды ал. Бұл бізде A. Төртінші why are you drawing the қобыз? Бұл бізде неге сен суретке қобыз салып жатырсың? C болады. Жауабы келесі бізде грамматика берілген present continuous, negative, interrogative. Present continuous дегеніміз созылыңқы осы шақ, қазір болып жатқан іс әрекеттің барлығы бізде present continuous. Ол қалай жасалады? Міндетті түрде am, is, are осы үш артикльді қоямыз және де етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Бұл қазір болып жатқан іс әрекет. Negative форма бұл бізде болымсыз түрі, оған тек not сөзін жалғаймыз. Мысал берілген сөздерде I am not playing the piano. Мен пианинода ойнамаймын. I-ға am негатив болған соң not жалған тұр және етістікке ing жалған тұр. Interrogative дегеніміз ол сұрақ қою, сұраулы сөйлем. Оны қалай жасаймыз? Жаңа айтқан артикльдер am, is, are ол сөйлемнің басына шығады және бұл сұрақ белгісін қосамыз. Мысалы, мына жерде is he listening to music? Ол музыканы тыңдап жатыр ма? Қазіргі іс әрекет қазір болып жатырған. Сол үшін бізде ing жалған тұр. Ал біз I-ға всегда am жалғаймыз, you, they are және we are жалғаймыз. Ал he, she, it-ға is жалғаймыз. Енді осы ережені ескере отырып, бірінші тапсырманы жасаймыз. Екінші сұрағы Берик, is Берик playing the piano? Is Берик playing the piano? Суретке қараймыз, Берик пианинода ойнап жатыр. Жауабы болады yes, he is. Үшінші, is Гүлсара drawing a picture? Суретке қараймыз, yes, she is. Төртінші, Асель and Дамир. Олар екеу болғандықтан, көп адам болса, біз міндетті түрде are қолданамыз, is емес. Егер тек Асель болған жағдайда, is Асель болатын еді. Сондықтан are Асель and Дамир playing the drums. Суретке қараймыз, барабанда только Дана ойнап жатыр, сол үшін no, they aren't. Бесінші, is Dana playing the violin? No, she isn't. Алтыншы, are Айдар and Хайрат dancing? No, they aren't. Екінші жаттығу. Play the who am I game. Мысал берген structures, am I playing the drum? Yes, you are. Осыған қарап, сөйлем құрау керек. Am I playing the piano? Yes, you are. Am I playing the violin? No, you aren't. Next page. 38-ші беттегі 7-ші сабақ. Бірінші жаттығуға қарайық. Read and complete my favorite sport by Qanat. My favorite sport ол менің сүйікті спортым. Тексті оқып, осында сөздерді тиісті қою керек. My favorite sport is volleyball. Менің сүйікті спортым ол волейбол. There are 6 players болады in a volleyball team. Менің волейбол командамда 6 ойыншы бар. We can play volleyball with a special ball and a net. Net дегеніміз ол сетка волейболдағы. Біз волейболды специально доппен және де сеткамен ойнаймыз. I can play volleyball really well. Мен волейбол жақсы ойнаймын. Look at me. Маған қара. It's sports day and I'm playing volleyball. We are winning. Бұл спорт күні. Мен волейбол ойнап жатырмын. Біз жеңіп жатырмыз. Екінші жаттығу tell the class. Өзіңнің сыныбыңа қысқаша рассказ айту керек. Осы сұрақтарға жауап бер. What's your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қандай? How many players are there in a team? Қанша ойыншы бар? Name 2 things you can play your favorite sport, please. Сенің спортыңда ойнайтын 2 зат, ол қандай заттар? Жауабы, менің жазған жауабым my favorite sport is basketball. Менің сүйікті спортым ол баскетбол. There are 5 players in a basketball team. Командамда 5 адам бар. You can play this sport with a ball and a basket. Ол спорт түрін біз доппен және де корзина, жәшік, допты лақтыратын сонымен ойнаймыз. I like basketball because it's fast and exciting.
Мен баскетбол жақсы көремін, себебі бұл жылдам әрі қызықты ойын. It also helps me stay healthy and strong. Және бұл спорт түрі маған денсаулығыма мықты болып жүруіме көмектеседі.